Саламатсыздар ма балалар? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Отыра қойыңдар. Тақтада не көріп тұрмыз? Атом мен молекула дегеніміз не? Жалпы атом мен молекула дегеніміз не? Қойжан. Атом дегеніміз көзге көрінбейтін, бөлінбейтін бөлшектер. Молекула дегеніміз заттың қасиетін анықтайтын, атомдардан тұратын бөлшек. Атомдардан тұратын бөлшек. Отыра. Дұрыс па екен? Иә. Не үшін сіздерге еске түсіріп отырмыз? Яғни біз қазір топқа бөлінеміз. Топқа бөліну үшін бізде атом, молекула ойыны. Яғни ойынның шарты берілген. Мен қазір сіздерге атом дегенде сіздер шашырап жүресіздер, ал молекула 2 немесе молекула 3 деген сәтте сіздер мен айтқан санға байланысты не істейсіздер? Қосыламыз, бірігеміз, түсінікті ме? Иә. Бастаймыз ба онда? Иә. Келді. Сіздерге себеп сәтті орнымыздан тұрайық. Барлығымыз шашырап жүреміз. Түсінікті ғой? Шашырап жүрейік, шашырап жүрейік. Молекула 2. Молекула 2. Екіден бөлініп келіп жатырмыз? Медина жалғыз болып қалды, иә? Жарайды, жалғастырамыз. Жалпы ойын түсінікті болды, иә? Кеттік, шашырап жүрейік. Шашырап жүрейік. Шашырап жүреміз. Шашырап жүреміз. Шашырап, шашырап. Молекула 6. Сіздерде 6, сіздерде 6, сіздерде 5 еді. Үш топқа бөлініп пе? Сіздер бірінші топ келе қойыңыздар. Сіздер үшінші топқа келе қойыңыздар. Сіздер екінші топқа. Дәптерлерімізді ауыстырып алайық, иә? Ал жарайымыз балалар, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бері қараймыз. Бізде енді өткен сабақты қайталау. Яғни кім жылдам әдіс арқылы. Өткен сабақ. Яғни қысым дегеніміз не? Кім айтады? Маржан? Қысым дегеніміз денеге түскен күштің алдыңғы қатынасына тең салмақ. Яғни дұрыс па? Келесі отыра қоймажан. Қысымның өлшем бірлігі армы? Гигапаскаль. Яғни паскаль, гигапаскаль, иә? Жараймыз. Үшінші сұрақ. Атмосфералық қысым дегеніміз не? Қорған? Атмосфералық қысым дегеніміз жер бетіндегі заттарға және жерде түсіретін қысым. Жерде түсіретін, атмосферада түсіретін қысымға отыратын. Және де соңғы сұрағымыз артериялық қысым дегеніміз не? Қан тамырларда өлшенетін қан қысымы. Яғни адамның қан тамырларында өлшенетін қысым 2 не артериялық қысым. Жарайсыңдар? Енді жаңа сабағымызды ашып алайық. Не көріп тұрсыз? Яғни табиғат, су, жан жануарлар, иә? Бұл ненің бірі? Бұл балалар экожүйе. Яғни біздің осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары. Олар экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысын көрсету және түсіндіру, экожүйе компоненттерінің өзара байланысын анықтай алу. Түсінікті ме?
Енді жаңа сабақ 3 минуттық видео көрді. Тіршілік бар жерде экожүйе бар. Экожүйе дегеніміз қоршаған ортасымен өзара әрекеттесетін тірі ағзалар бірлестігі. Экожүйелердің көлемдері әртүрлі, кішкентай тоғаннан үлкен орманға дейін. Видеомыз бітті. Экожүйе дегеніміз тірі ағзалар өмір сүретін табиғаттың бөлік бөліктерімен қарым-қатынас жасайтын жанды және жансыз бөліктер арасындағы заттар айналымы. Яғни бұл терминді 1935 жылы Альберт Пенсли деген кісі ұсынған болды. Яғни биоценоз өсімдіктер мен жануарлар әлемі және микроорганизмдер әлемі өкілдерінің жиынтығы немесе қауымдастығы. Табиғаттағы зат алмасу процесіне байланысты биоценоздағы организмдер 3 топқа бөлінеді. Олар продуценттер, яғни өндірушілер, одан кейін консументтер, тұтынушылар, редуценттер, олар ыдыратушылар. Экожүйенің құрамдас бөліктері, яғни экожүйе, продуцент, редуцент, консумент, одан кейін биогенді заттар. Мынау экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысы. Яғни қараңдар, күн, продуценттер, биогенді заттар, консументтер, оның барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Болар. Келесі, биогендік элементтер. Бұлар тірі организмдердің жасушалары мен ұлпаларында тұрақты түрде кездесетін және белгілі бір қызмет атқаратын химиялық элементтер. Продуценттер дегеніміз күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер. Яғни олар биорганикалық заттардан органикалық заттарды түзеді. Бұларды біз қалай айтамыз? Продуценттер немесе өндірушілер. Яғни барлық жасыл өсімдіктер. Суретке қарап не айта аламыз? Қоректену тізбегі, зат алмасу, яғни қоректену пирамидасын көріп тұрмыз. Яғни бұларды қалай айтады екенбіз? Консументтер дегеніміз өсімдіктер синтездеген органикалық заттарды жаңа формаға айналдыратын тұтынушылар. Яғни олар продуценттер жасаған органикалық заттарды пайдаланатын гетеротрофты организмдер. Яғни бұлар дайын органикалық заттармен қоректенеді. Жан-жануарлар, бұларды басқаша не деп айтамыз? Гетеротрофтар. Яғни бұлар дайын органикалық заттарды тұтынушылар. Түсінді ме? Келесі, редуценттер. Бұлар ыдыратушылар, яғни органикалық қосылыстарды минералдық қосылыстарға дейін ыдырататын организмдер. Яғни оларға бактериялар жатады, одан кейін саңырау құлақтар жатады. Бұларды біз ыдыратушылар деп айтамыз. Түсінді ме? Мынау биоценоздағы организмдер арасындағы байланыс көріп тұрғандарыңызда. Автотрофтар, гетеротрофтар, одан кейін редуценттер. Ал келесі біздің тапсырмамыз, яғни екінші тапсырма бұл жеке жұмыс, яғни дұрыс немесе бұрыс. Бұны біз бұл WordCall деген программа, яғни қазір барлығымыздың есіміміз жазылған, яғни кімнің есімі түседі, сол сұраққа жауап береді. Түсінді ме? Ал кеттік па? Маржан. Яғни маржанға сұрақ. Продуценттер, автотрофтар. Дұрыс. Продуценттер, автотрофтар. Дұрыс па? Иә. Не себепті? Себебі олар органикалық заттар
заттардан, бейорганикалық заттардан органикалық заттарды түсіп шығарады. Жақсы, орта қой. Алып тастайық. Ернар, жасыл балдырлар, олар продуценттер. Дұрыс. Не себепті? Өйткені олар өсімдіктер. Өйткені олар өсімдіктер. Берілсін. Ернарды алып тастаймыз. Жалғастырамыз. Аида, саған сұрақ. Адамдыра автотрофтылар. Жетістік баспалдағы дейді. Яғни, сіздер мүлдем түсінбедім десеңіздер. Тақтада жетістік баспалдағы тұр. Білмеймін, көмек қажет десеңіздер, стикерді осы қызыл түске жабыстырасыздар. Қиындау болды, бірақ өзім орындадым. Сары түс, білемін, түсінемін, қолдана аламын, жасыл түс. Түсінікті ме? Жалпы. Келіңіздер, бірінші топ. Бірінші топ өзінің жетістік баспалдарына жабыстырады. Аида, түсіндім дейді. Жарайсыздар. Отыра қойыңыздар орындарыңызға. Екінші топ келіңіздер. Екінші топ келіңіздер. Үшінші топ. Барлықтарыңызға түсінікті болды ма? Отыра қойыңыздар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, қоректі тізбек құрастырыңыздар. Түсінікті ме? Сау болыңыздар.